Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, осындай жұмсақ балды пирог дайындайтын боламын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін көріңіздер. Бұл пирогтың құрамы өте оңай. Пирогқа қажетті заттар бал, ұн, қант, жұмыртқа, айран және қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты қосып, миксермен араластырып алатын боламыз. Осылай миксердің көмегімен аппақ болып көтерілгенше араластырамыз. Одан кейін айранға бір шай қасық қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Айранда көпіршіктеніп көтерілген кезде оны да құямыз. Одан кейін балды қосып, тағы да миксермен араластырып жібереміз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецептеріме лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Каналымды қолдап, осы видео пайдалы болса, поделиться батырмасын басып, құрбыларыңызға, әпке-сіңлілеріңізге жіберіп қойыңыздар. Әрі қарай електен өткен ұнды салып, тағы да миксермен араластырып аламыз. Формамызды майлап, массаны құятын боламыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міне пирогымыз пісті. Мен бетіне сгущенка құйып, грек жаңағын сеуіп шықтым. Бетіне ештеңе жақпасаңыздар да, бұл пирог өте дәмді болып шығады. Осымен өте қарапайым балды пирогымыз дайын болды. Арасын кескен кезде осылай пісіп шықты. Ешқандай да тығыз емес, әдемі болып көтеріліп пісті. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Және видео ұнаса, маған кері байланыс білдіріп, комментарий бөлімінде пікір жаза отырыңыздар. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.